Бала шананы алға қарай итеріп жатыр, күш әсер етеді және шана орын ауыстырады. Бұл жағдайда механикалық жұмыс жасалады. Бала қабырғаны итеріп тұр, бірақ қабырға қозғалмайды. Орын ауыстыру жоқ, сондықтан механикалық жұмыс жасалмайды. Арба бастапқыда баяу, кейін күштірек итеріледі. Күш өзгерген сайын механикалық жұмыс график арқылы анықталады. График астындағы аудан жасалған жұмыс, доп еңіспен төмен қарай домалап келеді. Оның жылдамдығы артады. Қозғалып келе жатқандықтан, доп кинетикалық энергияға ие болады. Доп биіктікте тыныш күйде тұр. Ол әлі қозғалмайды, бірақ биіктіктің арқасында потенциалдық энергияға ие. Допты жоғары көтерген кезде жұмыс жасалады. Осы жұмыс нәтижесінде доптың потенциалдық энергиясы артады. Ал доп төмен түскенде бұл энергия кинетикалық энергияға айналады. Сонымен, күш әсер етіп жұмыс жасалғанда энергия өзгереді. Жұмыс пен энергия бір-бірімен тығыз байланысты.